Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Құрметті болашақ қажекендер, құрметті жақсылар. Умра сапарына дайындық. Жалпы умра сапарға барған уақытында қасымызға не алып шығамыз? Бұл көп сұралатын сұрақтардың бірі. Енді алғашқы сапарда, ұлы сапарға шыққан уақытымызда, рухани саяхатқа шыққан уақытымызда ұмытып кетпейік, осы нәрселер болсын деген барлық нәрселерді біз өзімізше қойдық. Қазір сіздерге түсіндіріп айтамыз. Бірінші, сапарға шыққан уақытында не керек бірінші бізге? Бірінші керек нәрсе ол Қазақстан Республикасының азаматтығын дәлелдейтін паспорт. Мінекей, бірінші паспорт. Бұл паспортты алып аламыз. Бұған нені істейміз? Бұның уақытын, мерзімін бір бақылап аламыз. Яғни уақыты 6 айда, 1 жылда бітпеу керек. Одан жоғары болу керек. Не үшін айтып жатырмын? Себебі виза шығу мәселесіне кедергі болуы мүмкін. Виза қаяқтан аламыз? Сіз баратын компания сізге виза шығарып береді. Сол сізге умра қажылығын визасын арнайы шығарып береді. Сол кезде кедергі болмау керек. Осы паспортқа не істейсіз? Мән бересіздер. Екінші, шетелге шыққан уақытта бізге не керек? Қаражат керек. Біздің теңгеміз ол жақта жүрмеген үшін біз не істейміз? Ол жаққа шығатын кезде міндетті түрде қаражатымызды долларға айналдырамыз. Бұл жерде 5 доллар, 20 доллар, 50, 100. Не үшін бұлай көрсеттім сіздерге? Жаппай 100 доллар қылып алсаңыздар, жарату мәселесінде сізге үстіне ақша қосып беруінде қиындық туы мүмкін. Сол себептен әртүрлі қылып алып алыңыздар долларды. Керегіңізді жаратасыз. Одан кейін дамыған заман қазір уақытта Каспий Голд карточкаңызды міндетті түрде алып кетіңіз. Не үшін Каспий Голд алып кет деп жатырмын? Каспий Голдты ол жаққа барғанда кез келген банкке барып, сол елдің ақшасын реалды қаражатты керекті суммада шығарып жаратуыңыз мүмкіндігіңіз бар. Осы мәселені ұмытпаңыздар. Енді умра сапары біз саяхаты ол құлшылық. Құлшылық болғаннан кейін оның өзіндік істелетін рәсімдері бар. Ер адам үшін ихрам кию парыз. Мінекей, ихрамымыз дайын. Ихрамды не істейсіз? Өзіңіз бізге алып аласыз. Одан кейін қасыңызға әр фирмадан берілетін не болады? Осындай келуші жилет болады. Әр фирманікі әр түрлі неде болады? Ол түсте болады. Яғни біреу сары болады, біреу қоңыр болады, біреу көк болады. Ол фирманың өзінің жекелей мүддесі. Одан кейін қасыңызға осындай жайнамаз алып алыңыздар. Қатты жұқа болмасын. Себебі жайнамазды біз намаз оқимыз. Жайнамазға кейде дем алып жатуымыз мүмкін, салқын болуы мүмкін. Сол себептен кішкентай қалың жайнамаз алып алыңыздар ғибадат ретінде. Одан кейін ер адам үшін тақия. Енді өзіңізге ұнамды тақияны кез келген ала бересіздер. Одан кейінгі құлшылық үшін не керек бізге? Міндетті түрде зікір айту үшін тәсбih керек. Қол тәсбihіміз. Енді кейбіреулер болуы мүмкін, электрон тәсбih қолданамын дейді, электрон тәсбihтеріңізді ұмытпаңыздар. Одан кейін бізде міндетті түрде умра анықтамалық кітапшасы керек. Бұны сізге фирмамен барсаңыз, фирма береді, өзіңіз барсаңыз, сатып алсаңыз болады. Бұның әртүрлі жаңағы кітапшалардың авторымен әртүрлісі бар. Енді одан кейін Құранға түсіп болған бауырларыңыз болса, Құран кітаптарыңызды алып алыңыздар. Өзіңізбен бірге оқылатын Құран кітап. Мынау мен жекелей өзім Құран кітабы мысалы іші. Осыны не істейсіз? Өзіңіз оқып жүресіз. Енді кейбір баламыз әрі Құранға түспеуі мүмкін, Құран әліппесінде жүру мүмкін. Енді осы әліппені, Құран әліппесін алып алыңыздар. Бұл Құран әліппесін не үшін айтып жатырмын? Бұның ішінде күнделікті оқылатын дұғалар, зікірлер, намазға керекті сұрақтар, дұғалар, сүрелер бәрі қамтылған. Осыны не істеңіз? Алып алыңыздар өздеріңізбен бірге. Барған уақытында қай зікірді айтам, қай дұғаны айтам демейсіз, осыған қарап айта бересіздер. Бұл ғибадатқа керекті басты мәселелер. Одан кейін біздің өмірімізде айырылмас досымыз болған неміз бар? Біздің қалтамызда сотка бар. Соткаға не керек? Оны зарядтайтын құрал керек. Зарядканы ұмытпаңыз. Одан кейін қуаттағыш дейді, PowerPoint. Осыны алып алыңыздар. Неге? Зарядтайтын мүмкіндік болмағандықтан осыдан қуат көзін пайдаланасыздар.
Одан кейін ол жақтың лайфхактарының бірі мынау 3 ашамалы зарядка. Ол елге барған уақытында осыны қолданасыздар. Барлық ел біздегідей зарядка қолданбауы мүмкін. Осыны алып аласыздар жандарыңызға. Одан кейін керекті заттардың бірі, ихрамнан шыққан уақытында сізге не керек? Ихрамнан шығу үшін сізге шаш алдыру керек. Ер адам болсын, әйел адам болсын. Шашыңызды алатын нені алып аласыз? Қайшыңызды алып аласыз. Керек десеңіз заманауи шаш алатын машинкаңызды алып алыңыз. Бұлар бізге керек заттар. Енді қосымша заттар. Ол ел ыстық болғаннан кейін бізге міндетті түрде не керек? Көзілдірік керек. Күннен қорғайтын осындай қабымен көзілдіктеріңізді алып алсаңыз болады. Бұны барған уақытта сол күннен қорғау мақсатында киюге ихрамда рұқсат етіледі. Бұда мәселе жоқ. Одан кейінгі күннен қорғану үшін қол шатыр алып алсаңыз болады. Мінекей. Бұда ихрам кезінде рұқсат етіледі. Бұда да мәселе жоқ. Бұны да алып алыңыздар. Енді кейбіреулер жүзік тағуы мүмкін, сағат тағуы мүмкін. Оған да рұқсат етілген. Ол жекелей заттарыңызды өзіңіз жаныңызға алып алсаңыз болады. Енді мынау ихрам киген уақытта қолданатын кішігірім сумкалар. Ихрамның бел бөлшесімен қосып байлап аласыздар. Маған керекті паспорттарыңызды, ақшаларыңызды, тағы басқалар зарядкалерін салып алсаңыз болады. Енді кейбіреулер бұны мен пайдаланбаймын деуі мүмкін. Онда мынандай кішкентай сумка алып алыңыздар. Мына осындай сумка алып алыңыздар. Осыған паспортыңызды, ақшаңызды, зарядкаңызды, керекті дәрі-дәрмектеріңізді бәрін салып аласыздар осыған. Мінекей. Бұл керекті сізге нақты керекті заттар. Енді ол жаққа барғаннан кейін ихрам уақытында киілетін нелері бар? Киімдер. Мінекей. Аяқ киім. Бұл аяқ киім не үшін көрсетіп жатырмын? Аяқ киімінің мына тұсы не істеу керек? Мына жер ашық болу керек. Мына жер. Осы жер жабылмау керек. Артқы жағы жабылмау керек. Сонда сіз ихрамның талабына сай аяқ киім киген боласыз. Осыған ұқсас аяқ киімдер не істейсіз? Киіп аласыздар. Ер адам үшін. Әйел адамдар күнделікті аяқ киімдерін кие береді. Бұл ер адамдар үшін. Одан кейін өзіңіздің жекелей киімдеріңіз, іш киімдеріңіз, жалпы нәскилеріңіз, осыларды алып алсаңыз болады. Одан кейін астыңызға киетін киімдеріңіз. Енді сіз қай айда баратын білмейсіз ғой. Салқын уақытта барсаңыз, оған үстіне киетін спортивкаңызды, жейдешеңізді, үстін ауыстыратын жалпы футболкалеріңізді, тағы басқаларыңызды осылай алып алсаңыз болады. Бұл киім мәселесінде. Одан кейінгі шет елде тағы да біздің ең басты керек нәрсе не? Ауырып қалған жағдайда қолданатын дәрі-дәрмек. Ең қажетті дәрі-дәрмектің бірі барғанда ауырып қалатын бірінші жаңағы қызуымыз көтеріледі, температурамыз шыққан уақытымызда қолданамыз. Не істейміз? Парацетамол жанымызда алып алайық. Екінші жаңағы обезболивающий дейміз ғой. Қатты ауруды басу үшін кетанат, кетарол тағы басқа қолдасаңыз болады. Одан кейінгі температура суықты гриппке қарсы қолданатын терафлю. Терафлюнің қасына немеселді қосып ішсеңіз әсері жақсы болады. Одан кейін тамақ ауру. Тамағымыз ішкен уақытында мінекей тамаққа қатысты соратын, болмас спрей түрінде алып алсаңыз болады. Одан кейінгі тағы бір іш ауру пайда болуы мүмкін. Левомицетин, тағы басқа түрлерін алып алсаңыз болады. Бұл дәрі-дәрмекке қатысты. Енді жарадар болып қалған кезіңізде өзіміздің зеленкамызды, йодымызды жанымызға алып алайық, бинтімізді алып алайық, пластерімізді алып алайық. Осы керекті заттар. Енді әртүрлі адам болады. Күнделікті асқазаны қолданатын, қан қысымына қолданатын, табыз қолданатын көтерікті дәрілеріңіз болуы мүмкін. Мына дәрілермен шатаспау үшін не істейсіз? О дәріні салып алатын осындай қобдишаны қасыңызға алып алыңыз. Осыған жекелей күнделікті қолданатын дәрілеріңізді ішіп, мына сумканың ішіне қойып қойсаңыз болады. Бұл күнделікті қолданыс үшін. Одан кейін келетін нәрсеміз, ол жақта күн қатты ыстық болғаннан кейін күннен қорғану үшін күн кремін алып алсаңыз болады. Күннен қорғану үшін. Бұны жағуға да рұқсат етіледі. Күнделікті қолданатын тазалық заттары.
мінекей қолданыстағы тазалық заттарымыз бірі. Мұның қатты түрін түсіндіріп жатырмын. Неге? Себебі аэропортта шетелге шығатын кезде 100 миллиграммнан асатын болса, дезодорантымыз өткермейді. Мынау қол сумкада. Багажға өту мүмкін, қол сумкаға қолданатын болсаңыз, бұны өткермейді. Сол себептен қатты түрін алып алыңыз. Мынау себетін әтірлеріңіз, мисіктеріңіз бұл өтеді, себебі 100 миллиграммнан бұның несі аз болады. Одан кейін өзіңіздің шампундарыңыз, мінекей шампуныңыз, одан кейін зубный щеткаңыз, қаласаңыз мисуак, зубный пастаңыз, одан кейін керекті тағы басқа заттарыңыз, одан кейін қырнауға арналған, одан кейін тырнағыңызға алатын заттарыңызды не істейсіз? Алып аласыз жаныңызға. Енді осының бәрін қолдандық. Енді осының бәрін салып алатын кішкентай осындай сүмкешеге салып қойсаңыз болады. Мінекей. Бәрін алып, бір сүмкеге салып, осы жердің бәрін бір сүмкеге тазалық заттарыңыз жекелей сізді басқа жерге араластырмай не істейді? Осының сумканың ішінде тұрады. Және де кішкентай алып қалған заттарыңызды не істейсіз? Дәрілеріңізді бөлек сақ қойсаңыз болады. Одан кейін бізге керек заттардың бірі мінекей. Салфетка дейміз ғой енді. Қол сүрткіш. Бұның құрғақ түрі бар. Мінекей. Құрғақ түрін алып алсаңыз болады. Одан кейін сулы, влажный дейміз. Осыны иіссіз түрін алып алсаңыз болады. Сізге керекті жолда, керекті заттардың бірі. Одан кейін маска ала салыңыздар. Неге? Ауырып қалуыңыз мүмкін, қасыңыздағы ауырып қалуы мүмкін. Сол кезде маска тағып сіздерге басқасына кедергі келтірмеу үшін. Одан кейін айтылып кететін тағы соңғы мәселеміз не? Мынандай су құятын ыдыс алып алыңыздар. Бұл су құятын ыдыс термос ретінде алып алсаңыз жақсы. Қаласаңыз салқын, жылығып ішесіз, қаласаңыз қайнатып шай ішсеңіз де сізге ыңғайлы болады. Осының бәрін не істейсіз? Алып бір сумкаға салып алсаңыз жеткілікті. Осымен сіздің сапарыңызға керекті заттардың бәрі осы жерде айтылды. Соңғы айтылатын нәрсе тағы не? Ол елге барғаннан кейін интернет мәселесінде отельде интернет болады, Wi-Fi-ға қосылып алсаңыз болады. Шетелден шыққан уақытында қай абонент болса сізде сол абоненттен шетелге шыққан роуминг қосып алсаңыз болады. Сол роуминг сізге жеткілікті. Жоқ, мен ол елдің сим картамы аламын дейтін болсаңыз, сол елдің сим картасын алып қолдансаңыз да болады. Егер адасып қалам мен басқадай болам дейтін болсаңыз, әр барған жеріңізде отельде осындай өзінің визит картасы болады әртістері. Сонда осындай визит картасын не істеңіз? Алып алыңыз. Сіз тіл білмеуіңіз мүмкін. Адасқан уақытыңызда отельдің аты адресі естен шығып кетуі мүмкін. Сол кезде кез келген сол жердегі полицияға болмаса тағы басқа таксиге не істейсіз? Адресті көрсетіп, өзіңіздің отеліңізге жетіп аласыз. Жалпы керекті заттар, керекті мағлұматтардың бәрі осы, құрметті қажылар. Аллах сапарларыңызды жеңіл қылсын, умараларыңызды қабыл етсін. Ұлы сапарларыңыз қабыл болсын иншалла.